Сәлем достар, біз бүгін тамақ әзірлейміз. Күріштің үстіне ет және көкөністерден жасалған подливка деп айтамыз. Келесі кезекте етті ұзынша етіп тураймыз. Мінекей, осылайша еттің барлығын пешіміздің астын қостық, май құйдық. Мінекей, 2 ас қасық көлемінде жеткілікті май. Асты жоғары отта тұр. Қызғаннан кейін пиязымызды қосамыз. Етті де турап болып қалдық. Sarıpпен айналғанша құрып аламыз да етімізді саламыз. Құрып болды, келесі кезекте ет саламыз. Bir ас қасық көлемінде тұз. Барлық тамаққа қоса беретін біздің беталымыз. Бұл да бір ас қасық көлемінде. Енді қатты отта жақсылап тұрып қуырып аламыз. Етіміз қуырып жатқан кезде басқа керек нәрселерімізді дайындай береміз. Ол бізде 2 сәбіз, болгар бұрышы бізге барлығы қажет болмайды. Қызылдың жартысы, сарының жартысы және жасылдың жартысы, 2 қызанақ, картоп, 5-6 бас және баклажан қажет болады. Баклажанның да барлығы емес. Қазір істеу барысында, турау барысында көре жатармыз. Ал енді сәбізден бастап тураймыз. Жарты шеңбер етіп тураймыз. Сәбізімізді турап болдық. Келесі кезекте болгар бұрышы. Ұзынша етіп тураймыз. Бұлардың қатты езіліп пісіп кеткені бізге керек емес.
баклажан. Басындағысын біз алып тастағанбыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай кессеңіз болады. Мінекей керек заттарымыз. Картопты біз дәл осы болгар бұрышы сияқты ұзынша етіп тураймыз. Ет қуырылып жатыр. Етті соя соусын көп емес, бірақ осы жеткілікті. Біздің барлық қосатын нәрселеріміз дайын. Мінекей турап дайындап қойдық. Келесі кезекте күріш пісіретін арнайы құралымызға 3 кесе күріш салып, суымызды құйып пісіре береміз. Мінекей біздің күріш пісіретініміз, және біз күрішімізді де дайындап алдық. Кесемен өлшейміз, бірақ біздікі жуылған. Мінекей бір кесе. Екеу. Төрт кесе күрішіміз. Ендігі кезекте біз бұған су құямыз. Суды да біз кесемен өлшейміз. Бір кесе. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алты кесе және 2 ас қасық көлемінде біз қазір май құямыз. Осы жеткілікті. Енді барын жауып қосамыз. Келесі кезекте етімізге картоп саламыз. Картоптың үстіне сәбіз және екі сәбіз. Сәбізден кейін баклажан. Үстіне біраз су құямыз. Осы жеткілікті. Енді сәбіз картопымыз піскенінше күтеміз. Одан соң болгар бұрышымен қызанағымызды қосамыз. Күрішіміз де пісті. Температурасын сақтап тұрады, ыстығын. Қақпағын жауып қоямыз.
келесі кезекте болгар бұрышы. Қызаны 5 минуттай қайнатып, астын өшіріп қоя берсеңіздер болады. Біздің тамағымыз дайын. Келесі кезекте күрішті кесеге салып, немесе басқа да нәрсемен форма жасасаңыз болады. Мінекей. Енді келесі кезекте үстіне құйылатын подливкамызды құямыз. Басқаша көкөністерден жасалған рагу деген тамақ түрі бар. Соған да сәл ұқсап кетеді. Кез келген көк шөппен сәндесеңіз болады. Бізде көк шөп ұсақталып кептірілген. Бұл бізде укроп. Мінекей достар, астарыңыз дәмді болсын. Видео көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Біздің осындай тамағымыз дайын болды.